Қадір түні дұға неге кері қайтпайды? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз өте ерекше, өте қасиетті түн туралы айтамыз. Ол Қадір түні. Бұл түн жай ғана түн емес, бұл 1000 айдан да қайырлы, дұғалар қабыл болатын, тағдырлар жазылатын ерекше уақыт. Тақырыпты ашпас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Көп адамдар мынадай сұрақ қояды: неге Қадір түні жасалған дұға кері қайтпайды? Бүгін осының себебін бірге түсініп көрейік. Алдымен Қадір түнінің қадірі туралы айтайық. Аллах тағала Құранда арнайы бір сүре түсірген. Ол Құрандағы Қадір сүресі. Бұл сүре Қадір түнінің қаншалықты ұлы екенін көрсетеді. Аллах тағала былай дейді: Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. 1000 ай шамамен 83 жыл. Яғни бұл түнде жасалған бір құлшылық, бір дұға, бір жақсылық 83 жылдан да артық сауапқа тең болуы мүмкін. Сондықтан ғалымдар бұл мүмінге берілген ең үлкен мүмкіндік деп айтқан. Енді негізгі сұраққа келейік. Неге дәл осы түнде дұғалар кері қайтпайды? Бірінші себеп — Алланың ерекше мейірімі түсетін түн. Қадір түні Алланың рақымы жер бетіне ерекше түсетін уақыт. Бұл түнде адамдардың жүрегі жұмсарады, көзге жас келеді, шынайы тәубе жасалады. Ал шынайы жүректен шыққан дұға ешқашан бос қайтпайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты: кімде-кім Қадір түнін иманмен және сауап үмітімен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі. Яғни бұл түн кешірім түні. Алла кешіруге дайын тұрған түнде жасалған дұға қалай кері қайтсын? Екінші себеп — періштелердің жерге түсуі. Құранда айтылғандай, Қадір түнінде сансыз періштелер жер бетіне түседі. Олардың ішінде ең ұлы періште Жәбірейіл періште. Олар Алланың әмірімен жерге түсіп, таң атқанша береке мен тыныштық алып келеді. Ғалымдар былай дейді: бұл түні періштелер мүміндердің дұғасына әмин деп тұрады. Егер дұғаға періштелер әмин десе, ол дұғаның қабыл болуы мүмкіндігі өте жоғары. Сондықтан Қадір түніндегі дұға ерекше. Үшінші себеп — тағдыр жазылатын түн. Кейбір ғалымдардың айтуынша, осы түні келесі жылдың тағдыры белгіленеді. Кімнің ризығы артады, кімнің өмірінде қандай өзгеріс болады, қандай сынақтар келеді, бәрі Алланың қалауымен осы түні белгіленеді. Сондықтан дәл осы уақытта жасалған дұға тағдырға әсер етуі мүмкін. Яғни адам: я Алла, өмірімді жақсылыққа өзгерт, отбасымды сақта, бала-шағама береке бер, дерттен шипа бер, елімізге тыныштық бер, жұмақты нәсіп ет деп жалбарынса, Алла оны естімей қалмайды. Төртінші себеп — дұға жасауға ең дұрыс уақыт. Көп адамдар дұғаны тек қиындықта ғана жасайды. Бірақ Қадір түні дұға үшін арнайы берілген мүмкіндік. Пайғамбарымызға бірде Айша анамыз сұрақ қояды: егер мен Қадір түнін кездестірсем, қандай дұға жасайын? Сонда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мына дұғаны үйретеді: уа Алла, сен кешірушісің, кешіруді жақсы көресің, мені де кешір. Ғалымдар айтады: егер осы дұғаны шын жүрекпен айтсаңыз, Алла сіздің көптеген күнәларыңызды кешіруі мүмкін. Бесінші себеп — адамның жүрегі ерекше күйде болады. Қадір түні адамдар намаз оқиды, Құран оқиды, дұға жасайды, тәубе етеді. Жүрек таза болған кезде жасалған дұға ең күшті дұға. Аллах тағала жүректегі шынайылыққа қарайды.
Сондықтан қадір түні жасалған дұға өте ерекше. Енді маңызды сұрақ: қадір түні дұғаның қабыл болуына не істеу керек? Бірнеше амал. Біріншісі шынайылық. Алладан бір нәрсе сұрағанда шын жүректен сұрау керек. Екіншісі көп дұға жасау. Тек бір рет емес, қайта-қайта сұрау. Үшіншісі күнәдан тәубе ету. Күнә жүректі ауырлатады, ал тәубе жүректі тазалайды. Төртінші адамдарға жақсылық жасау. Садақа беру, ата-ананы қуанту, кешірім жасау. Бұл амалдар дұғаның қабыл болуына себеп болады. Қадір түні жылына бір рет келетін мүмкіндік. Кейбір адамдар оны өткізіп алады, ал кейбір адамдар осы түнді пайдаланып өмірін өзгертеді. Бәлкім дәл осы қадір түні сіздің жасаған бір дұғаңыз өміріңізді өзгертуі мүмкін. Бәлкім бір дұғаңыз арқылы Алла сіздің қиындықтарыңызды жеңілдетер. Бәлкім бір дұғаңыз арқылы бүкіл күнәларыңыз кешірілер. Сондықтан қадір түнін бос өткізіп алмаңыз. Көп дұға жасаңыз, Алладан кешірім сұраңыз. Жақсылық тілеп, жүрекпен жалбарыныңыз. Жақсылық тілеп, жүректен жалбарыныңыз. Себебі қадір түні жасалған дұға бос қайтпайтын дұға. Алла баршамыздың қадір түнін нәсіп етсін, дұғаларымызды қабыл етсін. Әумин. Егер бүгінгі тақырып сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз.